маған велосипед алып берді. Ура! Алақай! Ура! Өй, мына біздің көк ту ғой. Дене, бұл менің туым. Бер дедім. Бермеймін. Бермеймін. Емес саған. Ой. Не істедім? Мамам ұрсад. Менің туым. Мағжан, бұның дұрыс болмады. Сен неге Диманы ренжіттің? Ей, қойшы оны. Біздің туымызды белсебетіне тағып алып, ойыншық қылып жүр ғой өзі. Сен неге өйтіп айтасың? Бұл бәріміздің туымыз. Сенің де, менің де, Илхамның да. Иә, бәріміздің туымыз. Бәрібір оныңкі дұрыс емес. Неге? Солай. Аллаху Акбар. Allahu Ekber. Ата. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Astagfirullah. Allahümme entesselam. Ботақаным менің. Атаң намаз оқып жатқанда кедергі жасама. Жарай ма? Дұрыс, балам. Сен онда мысықпен ойнай тұр. Ата, қараңыз, менде еліміздің туы бар. Айналайын құлыным, сен оны қайдан алдың? Бір орыс баладан тартып алдым. Не дейді? Белсебетіне тағып алыпты, біздің туымызды қор қылып. Әй, бұл ісің дұрыс болмапты, ят болды ғой құлыным. Неге? Ол орыс емес пе? Әлгі орыс бала да Қазақстан азаматы балам. Туымызды қадірле білген екен. Осындай өзге ұлт өкілдеріне біз тек ризалығымызды білдіруіміз керек. Не үшін, ата? Уақыт та жақындап қалыпты. Теледидарды қосайық. Қазір финалға біздің Ильямыз шығады. Құдай қаласа ол екінші мәрте Олимпиада жеңімпазы болайын деп жатыр. Қазақстан, алға, Қазақстан! Қазақстан жеңді, алға Қазақстан! Сіздер неменеге қуанып жатырсыздар? Илья қазақ емес қой? Ой, о не дегенің құлыным-ау! Илья дәл қазір бүкіл әлем алдында Қазақстанның абыройын көтерді. Соның ерлігінің арқасында мемлекетімізді дүние жүзі танып жатыр. Қазақстанның бақыты оның көп ұлттылығында деп айтқан Нұрсұлтан атаң. Осы есіңде болсын, балам! Алтынның аспаны, алтыннан даласы, ерліктің дастаны, елге қаршы. Ежелден елдеген даңқымыз шықты ғой, Намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлің балап, егіл